Енді бір аптадан соң еліміз үшін саяси маңызы зор тарихи күн құрылтай сайлау өтеді. Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға дауыс берушілердің 4/3 дайын. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының өкілдері мәлімдеді. Бұл қазіргі сайлау науқаны барысында саяси партиялардың қандай бағдарлама, платформа мен идеология ұсынатыны маңызды екенін көрсетеді. Дегенмен түпкілікті шешімді 23 тамызда сайлау учаскесіне келетін сайлаушы қабылдайды. Осы уақытқа дейін сайлау комиссиясының мүшелері мен еліміздегі барлық деңгейдегі сайлау учаскелері құрылтай сайлауын өткізуге дайын. Олар алдымыздағы бір апта арнайы бекітілген күнтізбеге сәйкес жоспарлы жұмыстарды атқарады. Естеріңізге сала кетейін, Алматы облысында 1.042.987 сайлаушы бар. Облысымыздағы сайлауға дайындықтың соңғы кезеңдері жайында тілшіміз Ақжан Анапия айтады. Сайлауға санаулы күндер қалды. Қонаев қаласында нөмірі 952 сайлау учаскесінде қазір жауапты кезең. Мұнда әрбір құжат қайта қаралып, қажетті ақпараттар реттеліп, дауыс беруге арналған құрал жабдықтың әзірлігі бақылауда. Және де егер үй-жайдан бөлек адамдар басқа жерде дауыс беретін болса, іс-сапарға кететін немесе мекен-жай бойынша болмайтын болса, осы 23 тамызда ол кісілер келіп, открепительный дейді, сол удостоверенияларын алса болады. Соны қамтамасыз етіп жатырмыз. Сонымен қатар мүгедектігі бар адамдарға да жағдай жасалған. Бізде учаскемізде 6 адам мүгедектігі бар адамдар. Ол кісілердің енді біразы үйлерінен дауыс берсе, 2-3 адам келіп осында дауыс береді жылда. Партиялар өз бағдарламасымен ұсынысын таныстырып, сайлаушыларға өз ұстанымын жеткізуге тырысып жатыр. Елін, жерін, мемлекетінің болашағын ойлаған азаматтар менің ойымша осы сайлауға келіп дауыс береді ғой деп ойлаймын. Ол дауыс беру тек қана бір ғана партияны немесе соны таңдау емес. Бұл жерде саяси аренаға шыққан 7 бірдей партия бар. Сол 7 бірдей партияның бағдарламасымен танысып, сапалы түрде оқып, біліп, және осы өзінің жүрегінің қалауымен қандай партияға өзі ықпал етеді, және қандай партия сол азаматтың ұстанған көзқарасын ұстайды, оның уәде еткен уәделеріне жете алады ма, осы мәселелерді сараптай, зерттей келе отырып, сонымен саналы түрде дауыс береді ғой деп ойлаймын. Сарапшылардың айтуынша, сайлау күні жақындаған сайын халықтың сайлау процесіне деген қызығушылығы артып келеді. Бұл ретте сайлау комиссияларының жұмысы ғана емес, әр азаматтың таңдауы мен азаматтық жауапкершілігі маңызды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше 23 тамызда елімізде 10.423 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Оның 107-сі таңғы сағат 6-да ашылады. Осы учаскелерге тіркелген азаматтар сол уақыттан бастап өз таңдауын жасай алады. Алда өтетін сайлау Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бергі 10-шы сайлауы. Бұл 2026 жылы конституциялық референдумнан кейін қабылданған жаңа конституцияға сәйкес құрылтайға өтетін алғашқы сайлау. Ақжан Анапия, Абылай Құттықбай, арнайы апта маңызды үшін.